Бауыр біздің денеміздегі ең ауыр орган. Бауырдың салмағы жүрек салмағынан да үсіп түседі. Шамамен 1,5 есе. Оның құрамында 3 миллионға жуық жасуша бар. Және олар 500-ге жуық биохимиялық процестерді орындайды. Жақсы бауырдың кілті неде? Әрине біздің тағамда. Бұл видеода мен бауырға өте пайдалы, бауырымыз жақсы көретін және диетаңызға міндетті түрде қосуға болатын өнімдерді жинадым. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Адам ағзасы және видеоларды көптеп шығуына себепші болыңыз. Сонымен біз бастаймыз. Біздің бауырымыз жақсы көретін бірінші өнім асқабақ. Бауыр әдетте қызыл және қызыл сары целлюлозасы бар жемістерді жақсы көреді. Олардың арасында асқабақ ерекшеленеді. Себебі асқабақтың құрамында өте сирек кездесетін Т дәрумені бар. Бұл витамин туралы көбіміз естіген жоқпыз. Дегенмен, бұл біздің бауырымыз үшін өте маңызды. Өйткені бұл шын мәнінде ауыр тағамдарды қорытуға көмектеседі және біздің органдарға түсетін жүктемені жеңілдетеді. Келесі тағам ламинария. Басқаша айтқанда теңіз орам жапырағы. Ламинарияның 5% альгин қышқылынан тұрады және бұл зат зиянды химиялық заттардың табиғи ыдыратушысы болып табылады. Сондықтан ол бірқатар белсенді қосылыстарды және тіпті ауыр металдарды байланыстырады. Осылайша альгин қышқылы біздің бауырымызға ағзадағы детоксикация процестерін жүргізуге көмектеседі. Келесі өнім курага, яғни кептірілген өрік. Жоғарыда айтқандай бауыр целлюлозасы бар барлық дерлік жемістерді жақсы көреді және кептірілген өрік шектеу емес. Негізінде егер сіз тәттіні жақсы көрсеңіз, барлық тәттілерді кептірілген жемістермен ауыстырыңыз. Бір қызығы, жақында жүргізген зерттеулер барысында кептірілген өрікті қабылдау бауыр ісігінің қаупін азайтатынын көрсетті. Оның үстіне кептірілген өрік құрамында метаболикалық синдромға қарсы әсер ететін бірқатар компоненттер бар екені белгілі болды. Келесі өнім грейпфрут. Бұл біздің бауырымызға өте пайдалы, өйткені оның құрамында антиоксиданттардың тұтас коктейлі, сондай-ақ С витамині мен пектин бар. Грейпфрут құрамында каротиноидтар көп. Олар біздің бауыр жасушаларын қалпына келтіру үшін көмектесетін элементтер. Грейпфрут сонымен қатар бауыр қатерлесігінің алдын алуға көмектеседі және детоксикация процесіне көмектеседі. Әрі қарай жүрейік. Брокколи. Брокколи шын мәнінде супер тағам. Бұл біздің дүкен сөрелерінде табуға болатын ең пайдалы өнімдердің бірі. Брокколи токсиндерді бейтараптандыруда өте пайдалы. Ал брокколиде гликозидтер мен қышқа майы бауырымыздың белсенділігін айтарлықтай ынталандырады. Сонымен қатар, бірқатар зерттеулер брокколидің қатерлі ісіктің алдын алу үшін ең жақсы тағам екенін көрсетеді. Бауырға да емес, жалпы адам ағзасына пайдасы зор. Әрі қарай сүт өнімдері. Бірақ бұл жерде айта кететін жайт, ол супермаркет сөрелерінде тұратын сүт өнімдері емес. Әрине, табиғи йогурт пен үйдің айранына артықшылық беру керек. Өйткені егер біз дүкеннен йогурт сатып алсақ, онда оны өндіру технологиясы ешқандай пайда үшін емес, жаппай өндіруге арналған ескеру қажет. Ең дұрысы әрине үйде йогурт пен айранды өз қолыңызбен жасау. Нағыз жоғары сапалы ашытылған пісірілген сүт, йогурт және айран детоксикацияға, бауырдағы жүктемені жеңілдетуге және оның жұмысын жақсартуға көмектеседі. Бауырымыз үшін өте пайдалы витаминдер мен басқа микроэлементтерді бөлек атап өткен жөн. Сонымен А витамині болады. А витаминіне бай кез келген өнім бауырымызға пайдалы болады. Және ол қызыл және қызыл сары жемістерде кездеседі. Оларға өрік, болгар бұрышы, қызылша, сәбіз, асқабақ және тағы басқалары жатады. Келесі элемент Е дәрумені. Бауырымызға өте пайдалы әсер ететін өте күшті антиоксидант және оны әртүрлі дәнді дақылдарда, өсімдік майларында және майлы балықтардан табуға болады. Фундук сияқты жаңғақтарда да Е дәрумені көп. Келесі рибофлавин немесе басқаша айтқанда В2 витамині. Оны қызылшада, шпинатта, сондай-ақ шабдалы мен алмұрттан табуға болады. Омега-3 май қышқылдары. Мен олардың пайдалы әсері туралы жиі айтамын және олар бауырға өте жақсы әсер етеді. Сондай-ақ біздің иммунитетіміз жүйке жүйесіне пайдасы көп. Оларды қайдан табуға болады? Әрине, ең алдымен бұл майлы балық. Омега-3 зығыр майында да кездеседі. Тағы бір жақсы бөлігі грек жаңғағында да бар. Ал левой қышқылы да біздің бауырымыз үшін өте пайдалы элемент. Сіз оны жоғары сапалы сүт өнімдерінде, сондай-ақ сиыр еті мен шпинаттан таба аласыз. Бауырымызға пайдалы тағамдардың реті осындай. Ал сіз осылардың қайсысын жиірек қолданасыз? Комментарийге өз ойыңызды жаза кетіңіз.